фокусым бұзылып кішкене бір жаңалықтар естіген болатынмын. Содан кейін де отбасылық жағдайға байланысты мен бұл аламанда жоқпын. Мен бұл аламанға қатыса алмайтын болып тұрмын, өйткені отбасылық мәселелерімен қазір шешіліп жатқан жайы бар, бірақ алдағы уақытта реттеледі деген ойдамыз. Жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін, бірақ оған дейінгі жұма күнге дейінгі дайындығым, настройым барлығы керемет болған, бірақ енді сол бір 10-11-дің шамасында мен сіздің дайындық бастағаныңызды көрген едім. Өйткені фора беріп, мүмкіндік беріп атқанда шығар енді. Солай ма? Ау, Шерхан. Қайырлы күн, қалайсыздар? Қайырлы күн. Ешқашан көңіл күй түсірмейік. Баласа ханым, мен Ернар қатыспады екен деп, қалған жігіттердің де кішкене несі түсіп кетпесін көңіл күйлері. Жалпы айтып жатыр ғой, енді фора беріп жатыр деп. Сол фораны мен де өзіме бір қабылдап, мүмкін мен қатысып көрсем деп ұсыныс тастадым. Сіз қатысасыз? Енді осыған дейін қатыспаймын деп айтып келдім. Себебі мен осы аптада бір шұғыл жұмыстарым бар болған. Негізі сұранып, алдын ала сөйтіп шешкен болатым. 5-ші сезонда бірге бәйгеде тартысқан едік. Өте мықты қарсыластардың бірі деп айта аламын. Өте Шерханды енді алдыңғы сол 5-ші сезондағы таныстыру өте керемет өткен. Сондықтан 7-ші нөмір болатын болса, Шерхан менің орныма 7-ші нөмірмен қатыса алады. Кел, жаным. Яғни жігіттер қолыңыздар, әрине. Ал жақсы, табыстап жатыр. 7 санын табыстап жатыр десем де болатын сияқты. Келі сан деп жатады. Баласаған, осы тұрғыда енді көрермен де білсін енді. Шерхан ауылдарының қатысып жатқанын, өзімнің ата-апаларым ауылдағы сәлем. Мен бүгіннен бастап сайысқа қатысам деп шештім. Бұйырса. Яғни құрметті көрермен, 7-ші нөмірлі Ернар Барактың орнына енді Шерхан Еркебай қатысатын болды ендеше.